Маған звондап, енді сен жүре алмайсың, мен баламды үйлендірем деген соң, мен арбаға таңылғаннан кейін, жаңағыдай күйеуімнің басқаға үйленіп, менімен бірге болмағаннан кейін мен түсіндім, ең бірінші тағдырыма ренжідім, неге менде осындай тағдыр болды, Алла тағала неге мені жаңағыдай осындай сынақ етіп берді маған. Кетесің болды, 3 күннен кейін жүріп кетесің, 3 айдан кейін жүріп кетесің. Ертең туған күн, менде жазда болды туған күнім. Туған күннен кейін жүріп кетесің. Сондай ойлар, солай маған ой қалыптастырды да. Аварияның қалай болғаны қатты есімде жоқ. Бір қарағанда көзім есімде жиынған кезде жерде жатқаным есімде. Болды, осы менің өмірім, осы коляскамен байланысты болады деп ойламадым. Менің есімім Маржан, жасым 29-да, Жетісай қаласының тумасымын. Сол жерде туып өсіп, сол жерде білім алдым. Сол жерде 11-ші сыныпты да сол Жетісай қаласында аяқтадым. 11-ші сынып ОБТ тестін тапсырып, Алматы қаласына Қазақ ұлттық аграрлық университетіне грантқа түстім. Және сол оқу орнында 4 жыл білім алып, сол жерден қызыл диплом алып шықтым. Және сол 2015 жылы оқу бітіріп, мен дипломымды алып, Қапшағай қаласы, қазіргі таңдағы Қонаев қаласында оператор болып жұмыс атқардым. Яғни қыз деген өскеннен кейін, жасы келгеннен кейін өзінің екінші үйіне барады деген сияқты, қыз мұраты кету дегендей 23 жасында мен тұрмысқа шықтым. Және де 23 жасында тұрмысқа шықтым. 2018 7 май күні мені ата-анам үйден үлкен той жасап, ұзатып шығарып салды. Және де сол үйге түсіп, ертесіне беташар болып, 3 күннен кейін біз Алматы қаласына жолға шықтық. Және сол жол аралықта біз үлкен жол апатына ұшырадық күйеуімізбен бірге. Менің өмірім осыдан кейін 180 градусқа, яғни до и после болып екіге бөлінді. Біз солай менің ұзату тойым болып, солай жолға шығып, жолда күйеуім рөлде болған, мен артқы орындықта демалып жатқанмын. Есімді жиған кезде тек қана жан жақта шум болып атқан, примерно мен сол авария болған кішкене сол кезде сездім, бірақ барлық зат есімде емес. Яғни жолда күйеуім ұйықтап кеткен, ешқандай машинаға соғыспай, машина аударылған. Солай менің өмірімде үлкен өзгеріс алып келді. Сол жылы 2018 жыл 10 май күні. 8 күн мен реанимацияда жаттым. Врачтардың барлығы мені операцияға алмады. Өте ауыр халде жаттым. Менің мама-папамның батылдығының арқасында мені операцияға алуға расписка жазып беріп, солай 8 күннен кейін маған операция жасады. Операция жақсы шықты. Врачтардың айтуы бойынша операциядан жақсы шықпауы да мүмкін деген етін, бірақ көріп отырғандай мен аман есен қазір өмірімді жалғастырудамын. Солай мен өзімнің ата-анамның, бауырларымның, жаңағыдай жолдасымның арқасында десем де болады, сол кісілердің қолдауларының арқасында, туған туысқандардың қолдауларының арқасында мен бастапқыда қатты депрессияға кетпедім. Мен мұншалықты болады деп ойлаған жоқпын.
солай больницада жүрдік. Сонымен Астана қаласындағы ұлттық нейрохирургия больницасына, реабилитационный центрына баратын болдым мамамен. Сонымен ол жақта барлық леченияларды алдым, өзім сияқты кісілермен таныстым. Қанша жыл отырған кісілермен өзімнің травмама байланысты адамдармен таныса бастадым. Яғни содан кейін қаншалықты менің травмамның ауыр екенін, қаншалықты менің жүруіме қанша процент бар екенін содан кейін мен ұға бастадым. И сол аралықта кішкене уже андай депрессия болады, сондай уже менде ой қалыптаса бастады. Жүрмей қалам ба, не болады, өмірім қалай болады деп жүрдім. Бірақ мен сол лечениямды тоқтатпадым. Ташкентке бардым, осы Алматы, Астана, Шымкент қаласындағы барлық нейрохирургтарға бардым, реабилитационный центрларға бардым. Солай өмірмен күресуім осымен ары қарай басталды. Солай өзімнің денсаулығымен күресіп жүрген кезімде маған үлкен депрессия болып келгені, ол күйеуімнің басқаға үйленіп кетуі, жүріп кетуі. Мен ешқашан күйеуімді аварияның сенің кесірінен болды деп ешқашан кінәламағам. Өйткені ол адам ешқашан авария болам демейді. Жаңағыдай, ол бір Алланың сынағы. Алла сынақ береді, ары қарай пенделерім қалай оны шешім қабылдайды, қалай онымен күреседі, қалай оған қарай жұмыс жасайды деп береді. Сол оймен мен ол кезде мүлдем ойламадым, күйеуім мені тастап кетеді или басқаға кетіп қалады деп ойламағам. Өйткені басына маған өйткені жақсы қарады, бүткіл жағдайымды жасады, кейін уже өзгере бастады. Енді мені бір ақшаны шығарып тұрып емдетпесе де, ең бастысы мен қасында жүріп, моральный поддержка бергені маған басында күштетін. Кейін жаймен уақыт өте келе бір қызбен сөйлесіп жүргенін білдім. Одан кейін қояды екен деп ойладым. Қайта ол қоймай қайтадан басталды. Қыздың өзі маған шықты. Сонымен мен іздестіре келе, барлығын үйде отырып сұрастыра келе, ол мен бұрыннан жүріп жүргенін, жаңағыдай бүткіл семьясы, мама, папасын барлығы білетін, сол үйде арасында барып көмектесіп жүргенін, барлығын солай білдім. Содан кейін мен қатты депрессияға кеттім. Негізі мен көбінесе өзім үйімде болдым, мама, папам олай жатқызып қоймады, анда мұнда барып емдеткізді. Содан кейін мен үнемі негізінде күйеумен үнемі бір дүниеде болмадық. Солай депрессияның үстіне, депрессия жұдырықтың үстіне осылай жұдырық қосыла бастады. Солай біздің семья құрып отандасқанымызға примерно бір жылдан аса көлем болған кезде, 2019 жылдың примерно майында мен сондай нәрсе болып жатқан кішкене білдім, кейін көз жұмдым, кейін одан соң қайтадан жаңағыдай сол нәрселер шыға бастағаннан кейін ортада ұрыс болды. Мама папам айттым дегендей болды ғой, енді ұрыс болды, жанжал болды. О жақтағылар маған звондап, енді сен жүре алмайсың, мен баламды үйлендірем деген соң мен өзімнің ата-анама айттым, солай болып жатыр деп, солай қызбен жүргенін бұрыннан білемін деп, солай ортада сондай ұрыс болды. Сол комплект басталған кезде ешқандай хабарсыз кетті, ешкіммен телефонмен сөйлеспейді, телефондарын бәрін өшіріп тастаған, маған ешқандай ответ айтпайды. И мен күндердің күнінде оның үйленіп кеткенін естідім. И сол кезде жаман қатты күйзеліске түстім. Үйдегілер біраз күн айтпай жүрген екен, мен оның туысқан жағынан маған солай осындай үйленді деп, үйінде беташар жасапты деп, маған суреттерін, видеоларын жіберді. Сонымен мен үйде көп болып қалдым, күніге жылау болды, депрессияға түстім. Сонымен ары қарай өмірім өте бастады. Енді ешқандай адамды күштеп ұстап қала алмайсың, кететін адам қандай жағдай болсын кетеді екен. Бірінші
тағдырыма ренжідім, неге менде осындай тағдыр болды, алла тағала неге мені жаңағыдай осындай сынақ етіп берді маған. Енді салыстырасың ғой басқа адамдармен қарап, басқа адамдар жүр ғой, жаңағыдай ішіп те, адам өлтіріп те, қылмыс жасап та жүр, бірақ дендері сап-сау, жап-жақсы болып жүр ғой деген сияқты ойлар өте көп келді. Яғни және де күйеуімді әрине кінәладым. Енді Алланың сынағы дегенмен арасында кінәлаған кездерім болды. Өзімді кінәладым. Сол адамға тұрмысқа шықпағанымда мен осындай жағдайға түспейтін едім деген ойлар өте көп келді. Ата-анам менің денсаулығымның дұрысталып кеткеніне, бұл өмірге қосылып кеткеніме, өз қатарына қосылып кеткеніме үлкен көмек болып берді. Моральный болсын, материальный болсын, сол кісілер жүгірді. Сол кісілердің жарқын жүзін көру үшін, сол кісілердің қуанғанын көру үшін ең бірінші маған мотивация, ең бірінші осы сынаққа сынбауым сол кісілердің арқасында, сол кісілер болды ғой. Содан кейін енді Алланы танимыз бұрыннан, бір Алланың тағдыры, бір Алланың жазғаны деген сияқты Алланы тану арқылы ондай жаңағыдай налуларға, ондай қалай айтсам болады, өмірге деген түңілулерге жол бермедім. Тағдыр қандай тағдыр жазылса да алға қарай ұмтылуға тырысу керек екенін білдім. Ешқандай сенің бұл өмірде сынуың, бір депрессияға түсіп, бір үйде тығылып, жатып, жылап жатқан ол ешкімге пайда келтірмейді. Ол тек қана саған ғана зиянда. Ол сені ғана төменге қарай тарта береді, аяғына тартады ғой, төменге қарай сені тарта береді. Ол ешкімге ештеңесі жоқ. Деп біреулер айтады, бір күн айтады, сонымен қалады. Сол өзің үшін күресуің керексің ғой, әке-шешең үшін, әке-шешеңнің еңбегі үшін, ата-анаңның еңбегі үшін, өзің үшін, ары қарай өмірде жақсы өмір сүру үшін осылай күресіп келудемін. Өте қатты ұялатынмын, маған барлығы күліп қарайтын сияқты болатын. Әсіресе өзімнің ауылымда көшеге шығуға мүлдем көшеге шықпайтынмын. Машинаны да үйдің ішіне дейін кіргізіп, сыртқы есікті жауғызып барып, мен коляскаден жаңағы машинаға отыратынмын. Көбінесе қалада кішкене ғана емін-еркін жүруім мүмкін етін, бірақ сол сырт көзге түсуге, коляскада жүріп, ортада жүрген кезде адамдардың қарауынан қатты қысылатынмын. Таныстарым көріп қалады, бұрынғы класстастарым или группаластарым, коллективім телефоннан болсын көріп қалады деп көп қысылдым. Инстаграмға ешқандай жерге мен өзімнің осындай жағдайға түскенімді мүлдем жарияламадым. Той жиындарға көп бармайтынмын, тойға мүлдем бармайтынмын десем де болады бастапқы жылдары. Содан кейін 2020 жылдан бастап жаңағыдай өзімнің өмірімді Инстаграм әлеміне сала бастадым. Одан кейін жаймен сыртқы ортаға шығып, адамдармен араласа бастадым. Өзімді қабылдадым десем де болады. Солай келе тек тренировка жасамай өмірімді кішкене өзгертейін деп 2023 жылы мен садақ спортына келдім. Содан бері мен қазір садақ атудамын. 2023 жылы жаздық жарысқа бардым Қапшағай қаласына. Сол жерге барып 3-ші орын алдым. Енді Алла қаласа алдағы жарыстарға дайындалу үстіндемін. Енді алдымда үлкен мақсат, армандарым бар. Үлкен жетістікке жетіп, сборный командаға қосылып, шетелдерге жарысқа шығып, үлкен жүлделі орын алып келуге өз күш-жігерімді салудамын. Және де ең бірінші мен жарысқа бардым ғой, енді осы спорт несімен, садақпен. Сол кезде, соңғы жарыс болған кезде, барлығымызды марапаттау кезде, әнұран қосылған кезде, гимніміз қосылған кезде, маған өте әсерлі болды. Одан кейін менің жаңағыдай шабытым ашыла бастады. Осындай өзіміздің гимнімізді шетелдерде үлкен орындар алып, сол жерде тыңдау
сол жерде әнұранымызда айту енді қазіргі таңда маған үлкен мақсат болып жатыр. Алла қаласа сол жетістіктерге жетемін деген ойдамын. Солай. Менің өмірім, менің тарихым сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіргеніңіздер. Көріп тамашалағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.